Түн тым тыныш еді. Тіпті ит үрмейді, жел де соқпай қалған. Аспанды қою қара бұлт жапқан, ай көрінбейді. Айналадағы үнсіздік тіпті қорқынышты еді. Сол тыныштықтың ішінде әлсіз нәрестенің жылаған дауысы ғана естілді, үзіліп, қайта шыққан әлгі жылау бір түннің тыныштығын бұзып, аспанды жарып өткендей болды. Бір әйел үстіне ескі шәлі жамылып, қолындағы кішкентай орамды қатты құшақтап келе жатты. Аяғы дірілдеп, көзінен жас сорғалайды. Бірақ ол жыламайды, үнсіз. Жанның түбінде бір ауыр шешім қабылданған. «Кешір мені, балам», деді ол сыбырлап, әлгі орамға қарап. Сәби әлсіз қыңқылдады. Қолын қимылдатқандай болды. Әйел тоқтады. Қараңғы далада жалғыз өзі. Тек алыстан үкінің үні мен желдің сыбыры ғана естіледі. Ол бір шұңқыр қаза бастады. Жердің иісі мұрнын жарып, топырақ қолына жабысқан сайын, жүрегі тіпті ауырып бара жатты. «Болмайды. Болмауы керек еді», деді дауысы қалтырап. Бірақ ешкім тыңдамады. Түннің куәсі тек айсыз аспан мен үнсіз дала ғана. Кеудесінен ашы бір дыбыс шығып кетті. Әйел жылап емес, ыңырсып шыққан сол дыбыспен жерге тізерлей отырды. Ол қолындағы сәбиін баяу жерге қойды. Сәби көзін ашты. Кішкентай қолын көтеріп, анасының бетіне тигізгендей болды. Сол сәт әйелдің жан дүниесі қақ айырылғандай. «Жоқ, мен бұны істей алмайым», деп айқайлады кенет. Қолымен топырақты итеріп тастап, баласын құшақтай алды. Сәби әлсіз болса да дем алып жатты. Бірақ алыстан біреудің аяқ дыбысы естілді. Әйел селт етіп артына қарады. Күнә, қорқыныш, шарасыздық, бәрі бір мезетте жанарында жанып өтті. Егер көріп қойса бәрі бітеді деп ішінен күбірледі. Ол тағы да сол шұңқырға қарады. Көзінен жас емес, күйік тамды. Сосын өз қолымен баласын қайтадан орамға орап, жерге баяу қойды. «Кешір мені, періштем, менде басқа амал жоқ». Сәби әлсіз дыбыс шығарды. Сол дыбыс әйелдің жанына пышақтай қадалды. Бірақ ол артына қарамай жерді жаба бастады. Топырақ әр уысымен бірге жүрегіне түсіп жатқандай. Соңғы уыс топырақты тастағанда ол айқайлап жіберді. Бірақ айнала үнсіз. Ешкім жоқ. Тек жел ғана баяу соғып, топырақтың бетін сипап өтті. Ол орнынан тұрып, қолдарын көкке көтерді. «Құдайым, мені жазала, тек оны кешір». Сол түні аспанды күркіреп найзағай жарды. Ал әйел түнге сіңіп, қараңғылыққа жоғалды. Тек сол жерден кейін ешқашан шөп шықпады дейді. Әр түн сайын желмен бірге әлсіз баланың жылаған үні естіледі екен. Түн өтті. Таң атты. Бірақ ол әйел үшін таң емес еді, ол үшін уақыт тоқтап қалғандай. Күн сәулесі жерге түскен сайын, оның жүрегі ауырлай түсті. Кеше ғана құшағында жатқан нәрестенің иісі әлі де үстінен кетпеген. Бірақ сол иіс енді мейірім емес, өкініштің, қорқыныштың, азаптың иісіне айналыпты. Ол үйінің бұрышында үнсіз отырды. Есіктің сыртынан адамдардың дауысы естілді. Бірі күліп, бірі сөйлеп жатыр. Әйел болса естімегендей, бір нүктеге қарап қатып қалған. Қолында баласының кішкентай киімі. Саусағымен сипалап, көзінен жас домалап түсті. «Мен не істедім?» деді ол күбірлеп. «Қалай мен өз қолыммен өз қанымнан жаратылған баламды?» Ол басын ұстап, тізесіне еңкейіп отырды. Сол сәт айналадағы бәрі үнсіз қалды. Құстар да, жел де тоқтағандай. Тек жүрек соғысы ғана естіледі. Сол жүректің әр соғысы бір ауыр өкініштің дауысы еді. Кеш батып келе жатқан шақта әйел есіктің алдына шықты. Аяғы әлсіз, жүзі боз. Аспан қызарып, күн батып барады. Сол бағытқа қарай ұзақ қарады. «Сен мені кешірдің бе, балам?» деді сыбырлап. Жел баяу соқты. Сол сәтте оған әлсіз бір дауыс естілгендей болды. Таныс үн. Сол нәрестенің үні. Әйел дір ете қалды. «Жоқ, бұл мүмкін емес», деді үрейленіп. Жел қайта соқты. Үн жақындағандай. Ол артқа шегінді, көзі шарасынан шыққан. «Сен тірісің бе?» Бірақ үн жоқ. Тек жел ғана. Сол сәт әйелдің денесі мұздап кетті. Өкініш пен қорқыныш араласқан ауыр сезім жанын жаншып бара жатты. Ол тізерлеп отырып, жерді құшақтап жылады. «Егер сен тірі болсаң, мені жазала.
Ал егер өлген болсаң мені кешірме. Күн батып түн қайта түскенде, аспанда тағы да найзағай жарқ етті. Жаңбыр жауды. Сол жаңбыр жерді жуғанда емес, ана жүрегін жуғанда еді. Бірақ ештеңе жуынып кеткен жоқ. Жылдар өтсе де, сол түннің иісі, сәбидің иісі, одан ешқашан кетпеді. Әр түні ол бір дыбысты еститін. Бір әлсіз жылау. Сол жылау оны тірі күйінде өлтіріп бара жатты. Сол түннен бері апта өтті. Әйелдің жүзі солып, көзі шүңірейіп кеткен. Ол күн сайын есік алдына шығып, бір нүктеге қарай береді, сол жерге. Өз қолымен топырақ жапқан жерге. Жел соқса, жүрегі дүрсілдейді. Жаңбыр жауса, әлгі жердің үстіне барып тізерлей отырады. Мен сені сонда қалдырдым дейді күбірлеп. Бірақ сен әлі менің жүрегімдесің. Бір кеште күн батуға таяған шақта ол тағы да сол жаққа барды. Аспан бұлттанып, жаңбырдың иісі аңқып тұр. Жерге тізерлей отыра, топырақты сипап отырғанда кенет қолы бір нәрсеге тиді. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Топырақтың астынан әлсіз дыбыс шықты. Бір кішкентай дыбыс. Әлсіз, бірақ тірі үн. Жоқ. Жоқ, бұл мүмкін емес деді әйел тұншығып. Қолымен топырақты қазып, қолы дірілдеп, жүрегі атқақтап кетті. Бір уыс, екі уыс. Жердің астынан кішкентай қол көрінді. Сол сәт ол шыңғырып жіберді. Балам. Құшағына алған сәтте сәби әлсіз дем алып жатты. Көзін ашпады, бірақ тірі еді. Әйелдің көзінен жас емес, қан жүгіргендей ыстық тамшы ақты. Сен тірісің бе? Сәби әлсіз тыныстап қолын қимылдатты. Ол қолын анасының бетіне тигізгендей. Сол сәт әйелдің жан дүниесі күйіп кеткеннен қайта тірілгендей болды. Құдайым, мен емес, соны сақтапсың деді еңіреп. Ол сәбиін құшағына алып көкке қарады. Аспан ашылып, күн сәулесі бұлт арасынан сығалап шықты. Сол сәуле екеуінің үстіне түсіп, жерге алтын түстес жарық шашты. Сәби әлсіз күлімсірегендей болды. Әйел еңіреп жылады, бұл жолы қорқыныштан емес, өмірдің өзіне шүкіршілік етіп. Ол енді бәрін түсінді. Бұл Құдайдың ескертуі. Бұл ана жүрегінің қайта оянуы. Ол баласын кеудесіне басып сыбырлады. Мен енді сені ешқашан жоғалтпаймын, ешқашан. Сол сәт жел баяу соғып, топырақтың иісімен бірге сәбидің тынысы араласты. Тіршіліктің үні қайта естілді. Ал ана жүрегі алғаш рет қайта соға бастады. Сол түннен бері апта өтті. Әйелдің жүзі солып, көзі шүңірейіп кеткен. Ол күн сайын есік алдына шығып, бір нүктеге қарай береді, сол жерге. Өз қолымен топырақ жапқан жерге. Жел соқса, жүрегі дүрсілдейді. Жаңбыр жауса, әлгі жердің үстіне барып тізерлей отырады. Мен сені сонда қалдырдым дейді күбірлеп. Бірақ сен әлі менің жүрегімдесің. Бір кеште күн батуға таяған шақта ол тағы да сол жаққа барды. Аспан бұлттанып, жаңбырдың иісі аңқып тұр. Жерге тізерлей отыра, топырақты сипап отырғанда кенет қолы бір нәрсеге тиді. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Топырақтың астынан әлсіз дыбыс шықты. Бір кішкентай дыбыс. Әлсіз, бірақ тірі үн. Жоқ. Жоқ, бұл мүмкін емес деді әйел тұншығып. Қолымен топырақты қазып, қолы дірілдеп, жүрегі атқақтап кетті. Бір уыс, екі уыс. Жердің астынан кішкентай қол көрінді. Сол сәт ол шыңғырып жіберді. Балам. Құшағына алған сәтте сәби әлсіз дем алып жатты. Көзін ашпады, бірақ тірі еді. Әйелдің көзінен жас емес, қан жүгіргендей ыстық тамшы ақты. Сен тірісің бе? Сәби әлсіз тыныстап қолын қимылдатты. Ол қолын анасының бетіне тигізгендей. Сол сәт әйелдің жан дүниесі күйіп кеткеннен қайта тірілгендей болды. Құдайым, мен емес, соны сақтапсың деді еңіреп. Ол сәбиін құшағына алып көкке қарады. Аспан ашылып, күн сәулесі бұлт арасынан сығалап шықты. Сол сәуле екеуінің үстіне түсіп, жерге алтын түстес жарық шашты. Сәби әлсіз күлімсірегендей болды. Әйел еңіреп жылады, бұл жолы қорқыныштан емес, өмірдің өзіне шүкіршілік етіп. Ол енді бәрін түсінді. Бұл Құдайдың ескертуі. Бұл ана жүрегінің қайта оянуы. Ол баласын кеудесіне басып сыбырлады. Мен енді сені ешқашан жоғалтпаймын, ешқашан. Сол сәт жел баяу соғып, топырақтың иісімен бірге сәбидің тынысы араласты.
Тіршіліктің үні қайта естілді. Ал ана жүрегі алғаш рет қайта соға бастады. Жылдар өтті. Сәби енді ер жетті. Қара көзді, тұнық жүзді, жүрегі жұмсақ, бірақ жанарында бір мұң бар бозбала болып өсті. Анасы оны өзінен артық аялап өсірді, бірақ ешқашан өткен өмірі жайлы айтқан емес. Жігіт кейде түн ортасында анасының ұйқысыз, терезе алдында күбірлеп дұға жасап отырғанын көретін. «Неге жылайсың, анашым?» деп сұрағанда, ол әрдайым «Құдайға шүкір айтып отырмын, балам» деп ғана жауап беретін. Бірақ ұлының жүрегінде беймәлім бір сезім бар еді. Кейде түсінде ол қараңғы түнді, суық топырақты, әлсіз жылау дыбысын көретін. Оянғанда денесі дірілдеп, тамағы құрғап кететін. Бұл не түс? Неге үнемі сол бір дыбыс? деп ойланып жүрді. Бір күні ол ауылдың шетінде жүрген қариямен кездесіп қалды. Қарт оған ұзақ қарап, басын шайқады. «Сенің көзің, сенің жүзің маған біреуді еске салады». «Кімді, ата?» Қарт ауыр күрсінді. Бұдан көп жыл бұрын бір әйел сәбиді тірідей көмген еді. Бірақ ол бала тірі қалыпты дейді. Жігіттің жүрегі зу етіп, денесі мұздап кетті. «Сіз не дедіңіз?» «Иә. Адамдар солай айтатын. Ол бала кейін жоғалыпты». Қарттың даусы алыстай берді, ал жігіттің санасы дүрсілкінді. Сол түні ол анасынан сұрады. «Анашым, мен туралы бір сыр бар ма?» Әйел үнсіз қалды. Қолындағы намаздығы дірілдеп кетті. «Неге олай дейсің, балам?» «Менің түсімде үнемі топырақ жылаған дауыс қорқыныш». «Неге?» Анасы көзін жұмып, көзінен жас ыршып шықты. Ол үнсіз отырып, ақыры мойындады. «Иә, балам, ол сәби сен едің». «Не айтып тұрсың?» Әйелдің даусы дірілдеді. «Мен қорықтым, мен әлсіз болдым, адамдардың сөзіне сендім. Мен өз қанымнан туған баламды өз қолыммен көмдім». Жігіт үнсіз тұрды. Жүрегі отқа түскендей күйді. Көзінен жас емес, ыза мен өкініш ақты. «Неге мені өлтіргің келді?» Анасы тізерлеп оның аяғына жығылды. «Мен жазаландым, балам, сол күннен бері мен тірі өлікпін. Сен тірі қалдың, бұл Құдайдың жазасы да, сыйы да». Жігіт артқа шегінді. Көзінде өрт. Бірақ анасына қараған сайын, ол ашудан гөрі аяныш сезінді. Сол сәт ол түсінді. Ол өмір бойы анасын кешірмей жүрсе, өзі де сол түннің көлеңкесінде қалады. Ол анасының қолынан ұстап, күңірене сыбырлады. «Мен тірі қалдым, демек, мен сені кешіру үшін қалдым». Әйел сол сәт еңіреп жылады. Ал жігіттің жүрегі жеңілдеді, өйткені кек емес, кешірім оны азат етті. Сол түннен кейін ол ел ішіне шықты. Өз өмірін басқа тағдырлар құтқаруға арнады. Ал анасы тыныш қана көз жұмды, жүзінде бір жымиыс бар еді. Өйткені ол ұлын жерге көмген емес. Ол оны қайта тірілтіп кеткен ана еді. Анасы дүниеден өткен күні аспан ауыр бұлтпен жабылып тұрды. Жаңбыр тамшылап, жердің иісі аспанға көтерілді. Жігіт анасының бейіті басында үнсіз отырды. Көзінен жас емес, жарық ағып жатқанда еді жанының жарығы. «Сен менің өмірімді ұрладың, ана, бірақ кейін сен оны қайтарып бердің», деді ол сыбырлап. Жел баяу соғып, анасының бейіті үстіндегі гүлдерді тербетті. Сол сәт ол жүрегінде бір тыныштық сезінді, бұл тазару еді. Күндер өтті. Жігіт ер кезіп, адамдармен сөйлесіп жүрді. Ол ешкімге өз тағдырын айтпады. Бірақ оның әр сөзі жүректен шыққан шындық, әр әрекеті кешірім мен сабырдың үлгісі болды. Адамды өлтіретін пышақ емес дейтін ол, адамды өлтіретін мейірімнің жоғалуы. Ал егер жүрегіңде мейірім қалса, сен тірісің. Біртіндеп ел ішінде оны жарық жүректі деп атай бастады. Ол жетімге көмектесті, жалғызға жұбаныш болды. Кім жаны күйзелсе, соның жанында жүретін. Бірде бір әйел жылап келіп, «Мен күнә жасадым, мені ешкім кешірмейді», деді. Сонда ол жай ғана күлімсіреп, «Кешірім жоқ жерде өмірде жоқ», деді. «Мен де кешірімнен қайта тірілдім». Сол сәт әйел тоқтап, оның көзіне қарады. Оның көзінде от емес, жарық бар еді. Қайғының ішінен туған жарық. Жылдар өте ол бүкіл елге танылды. Оның әңгімелері, сөздері адамдардың жүрегін жұмсартты. Ол ешқашан атақ, даңқ іздеген жоқ,
тек адамдардың бір-біріне мейіріммен қарағанын қалады. Бір күні кешкі уақытта күн батып бара жатқанда ол аспанға қарап ұзақ тұрды. Күннің соңғы сәулесі оның жүзіне түсті. Мен енді түннен қорықпаймын деді жай ғана. Себебі әр түннің артында таң бар. Сол түні ол ұйықтап кетіп, қайта оянбады. Ел оны таңертең табады, жүзі тыныш, жүзінде жымиыс. Қасына бір парақ қағаз қойылыпты. Онда тек бір сөйлем жазылған. Кешірім ең ауыр, бірақ ең қасиетті жол. Сол күннен бастап оның есімі аңызға айналды. Адамдар оның бейітінің жанына келіп дұға оқиды. Ал жел соққанда сол жерден бір жылы леп естіледі дейді. Сол леп мейірімнің иісі, кешірімнің тынысы. Уақыт өз ізін жалғастыра берді. Жылдар өтті. Күндер ауысты, адамдар ұмытты. Бірақ ел ішінде бір есім ешқашан өшпеді, жарық жүректі адам. Ол кеткеннен кейін де оның айтқан сөздері елдің есінде жатталып қалды. Кәрі мен жас, бай мен кедей, бәрі де оның бір сөзін өміріне азық етті. Адамдар түнде жаман ойға берілсе, жарық жүректі еске түсір дейтін. Біреу ашуланса, кешірім жарықтың кілті дейтін. Оның аты аңызға айналды, бірақ шындықты тек аз адам білетін, ол бір кездері тірідей көмілген сәби екенін ешкім білмейтін. Кейін оның бейітінің қасына шағын мекен салынды. Адамдар келіп тыныштық іздеп отыратын орын. Келген әр адам сол жерден жеңілдік сезініп қайтатын. Сол мекеннің ауасы бөлек еді, таза, жылы, жұмсақ. Кейбірі, мұнда періштенің ізі қалған шығар десе. Басқалары, бұл жердің топырағының өзінде кешірім бар дейтін. Ал бір күні сол мекенге жас қыз келді. Қолында кішкентай сәби бар. Ол бейіттің алдына келіп, баласын құшағына қысты. Мен де жалғыз едім. Мен де қателесіп едім деді дауысы дірілдеп. Бірақ мен сенің әңгімеңді естідім. Сол үшін мен баламды аман сақтадым. Сол сәт жел соқты. Желмен бірге жылы леп тарады. Қыздың көзінен жас емес, алғыс ақты. Бәлкім бұл кездейсоқтық емес. Бәлкім бұл бір кезде көмілген сәбидің рухы. Енді өзгелерді жарыққа жетелеп жүрген белгі. Содан бері адамдар бір шындықты түсінді. Өмірде ешбір түн мәңгі емес. Кешірім адамның екінші тынысы. Ал мейірім өлгеннің өзін тірілтетін күш. Солай тірідей көмілген сәби жайлы аңыз. Жылдар бойы ұрпақтан ұрпаққа жетті. Бірақ бұл жай ғана аңыз емес, бұл өмірдің сабағы еді. Ал бір беймәлім кеште жел тағы соқты. Сол желдің арасында әлсіз, бірақ таныс дауыс естілді. Мен енді тірімін.